Сәлеметсіздер балалар. Қашықтан оқыту бойынша бірінші сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы векторларды скаляр көбейту. Бұған дейін біз векторларды қосуды, азайтуды, векторды санға көбейтуді үйрендік. Ал бүгін біз векторларды скаляр көбейтуді үйренеміз. Сабағымыздың оқу мақсаты кеңістіктегі векторлардың скаляр көбейтіндісінің анықтамасын және қасиеттерін біледі. Бағалау критерийлері скаляр көбейтіндінің қасиеттерін қорытып шығарды, есептер шығаруда қолдана алды. А және В векторларының скаляр көбейтіндісі деп, олардың ұзындықтары мен олардың арасындағы бұрыш косинусының көбейтіндісін айтады. Дәптерлеріңе мынау формуланы жазып ала қойыңдар. Кеңістікте берілген векторлардың скаляр көбейтіндісі, яғни координаталардың декарттық жүйесінде А векторы x1 көбейтілген I векторы плюс y1 көбейтілген G векторы плюс z1 көбейтілген K векторы және V векторы тең болады x2 көбейтілген I векторы плюс y2 көбейтілген G векторы плюс z2 көбейтілген K векторы болса, онда олардың скаляр көбейтіндісі A векторы көбейтілген V векторы тең болады x1 көбейтілген x2 плюс y1 көбейтілген y2 плюс z1 көбейтілген z2. Енді осы айтылған тақырып бойынша әрі қарай білімлендтен бейнебаян тамашалайық. Кеңістікте координаталары -1, -2 және 5 болатын А нүктесі, -3, 2 және 1 болатын Б нүктесі және 0, 1, -1 болатын С нүктесі берілген. АБ және АЦ векторларының скаляр көбейтіндісін табу керек. Алдымен АБ және АЦ векторларының координаталарын табамыз. Енді кеңістікте берілген векторлардың скаляр көбейтіндісін есептеуге арналған формуланы пайдаланамыз. Нәтижесінде 34 шығады. А және Б векторларының скаляр көбейтіндісі векторлардың модульдерін осы векторлардың арасындағы бұрыштың косинусына көбейткенге тең. Екі вектордың скаляр көбейтіндісі А және Б векторларының сәйкес координаталарының көбейтінділерінің қосындысына тең скаляр шама болады. Векторлардың скаляр көбейтінділерінің қасиеттері. Векторлардың өз-өзіне скаляр көбейтіндісі үнемі 0-ден үлкен немесе 0-ге тең болады. Егер вектор нөлдік вектор болса, сонда ғана вектордың өз-өзіне скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болады. Вектордың өз-өзіне скаляр көбейтіндісі оның модулінің квадратына тең. Вектордың скаляр көбейтіндісі коммуникативті. Егер екі нөлдік емес вектордың скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болса, онда бұл векторлар ортогональ болады. Вектордың скаляр көбейтіндісі дистрибутивті. Санға көбейтудің сызықтық қасиеті.
Сонымен балалар, Білімлендтен жаңа тақырыпқа байланысты мәліметтер тыңдадық. Өзіміздің оқулығымызда да барлық формулаларды қолдана отырып, мынау сәйкестендіру тапсырмасын орындай қойыңдар. Бұны орындап, маған WhatsApp арқылы жіберіп, мен сендерге кері байланыс орнатамын. Бірінші тапсырма жаттығудағы сәйкес дескриптор астында сендерге берілген, яғни сәйкес координаталарын көбейтеді, шыққан көбейтіндерді қосып, скаляр көбейтіндіні анықтайды. Бұл бірінші жаттығу. Екінші жаттығу, міне, кеңістікте нүктелер берілген координаталармен берілген векторлардың скаляр көбейтіндісін табу керек. Бұл тапсырмаға сәйкес дескриптор векторлардың координаталарын дұрыс табады, скаляр көбейтіндіні дұрыс есептейді, және әр есепке 2 балдан беріледі. Бұл есепте сендер 10 балл жинау керексіңдер. Үшінші тапсырма 4 сұрақтан тұратын тест жұмысы. Бұл тест жұмысында орындап, маған WhatsApp арқылы жібересіңдер. Үйге тапсырма, балалар. Оқулықтан 22-ші параграфты оқып, оның ішінен 22-ді 3-ші есепті орындаймыз, және тағы да бір 3-ші қосымша жаттығу берілген сендерге. Оған сәйкес дескриптор P векторының координаталарын дұрыс анықтайды, Q векторының координаталарын дұрыс анықтайды және скаляр көбейтіндіні дұрыс есептейді. Бұл есепке 6 балл беріледі. Және сабағымыздың қорытындысы ретінде рефлексия орнатып, маған оны WhatsApp арқылы жібересіңдер. Яғни инсерт әдісі бойынша мен нені бұрын білдім, мен нені білмедім, мен нені жаңа ғана үйрендім, бұл қаншалықты тиімді, маған тағы қандай ақпарат қажет, мен не туралы әлі ойлау керекпін деген сұрақтарға жауап жазып WhatsApp арқылы жібересіңдер. Ал кері байланысты мен де сіздерге жауап ретінде жіберіп, және күнделік кезеттен өз бағаларыңды бақылай аласыңдар. Сау болыңдар балалар.